Hello everyone, how are you today? Today we speak about the theme Into the Net, and today we speak about grammar, prepositions of movement. Okay, dear students, құрметті қатысушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Into the Net, яғни интернеттің ішіне кіріп кету, вовлечься в интернете, және де грамматикалық тақырыбымыз бүгін бізде prepositions, енді қазақ тілінде prepositions жоқ, предлогтар, демеуліктер дейміз ба, іс-қимылды білдіретін демеуліктер. Енді біз кішкене орыс тілімен сәйкестендіріп айтпасақ, қазақ тілінде кішкене қиындау, себебі ағылшын тілінде және ағылшын тіліндегі предлогтар қазақ тіліндегі көбінесе жалғауларды білдіреді, жалғаулар мен жұрнақтарды. Сол себепті құрметті қатысушылар, мен қазір грамматикалық тақырыбымызға сразу көшіп кетейік. Енді міне бүгінгі біздің тақырыбымызды жазып қояйын. Prepositions of movement. Movement деген движение, prepositions, яғни предлогтар, ағылшын тіліндегі, яғни предлогтар. Орыс тілінде предлог, қазақ тілінде ондай бізде нәрсе жоқ. Енді осы prepositions of movement дегеніміз нені білдіреді? Бұл бір іс-әрекеттің жылжып жатқанын білдіреді. Жылжып жатқанын білдіреді. Бұндай ағылшын тіліндегі prepositionстар бір-біріне қарама-қайшы келеді. Мысалы into, бір ішке қарай, бір пространствоның ішіне қарай кіруді білдірсе, кіру. Енді out of дегеніміз, оның антонимі болып келеді. Мысалы, ол бір зданияның или пространствоның ішінен сыртқа шығу деп. Мысалы, мен бір мысал келтірейін. Балалар үйге қарай побежали в дом, дейікші. Children, балалар run into, бегут домой, немесе бегут into the house деген, үйге қарай жүгірді десек, ал енді біз басқа мысалды келтіретін болсақ, олар мысалы енді керісінше үйден шығып кетті деп айтатын болсақ, мысалы children run out of the house. Онда көрдіңіздер ме? Біздің into және out of дегеніміз нені білдіреді? Ол бізде предлогтарды, prepositions of movement білдіреді. Енді ағылшын тілінде сонымен қатар on, үстінде, немесе былай қояйын, to деген бар, немесе off деген бар. Бұл жерде бір іс-әрекеттің, яғни бір заттың үстіне қарай жылжуын қоюын айтамыз. Мысалы, ол қыз өзінің жаңағы чашкасын столдың үстіне қойды деген іс-әрекетті столдың үстіне қойды. Мысалы, she put the cup on, немесе to the table дейді. On the table. Ал егер де мен айтатын болсамшы, офты қалай қолданамыз? Мысалы, ол чашка төмен қарай түсіп кетті деген. Мысалы, the cup fell off болады. Упала, fell off the table. Столдан, көрдіңіздер ме? Fell off the table. Немесе мысалы, кешіріңіздер, тебіп кетіпті, the cup. Ал енді келесін алайықшы, мысалы, бізде мысық менің аяғыма, менің тіземе қарай секірді деп өткен шақты алайықшы, мысалы. The cat jumped on my knees. Тіземе қарай секірді болады, ал менің тіземнен ол керісінше секіріп кетті деген, мысалы. The cat jumped
Jumped off my knees. Көрдіңіздер ғой, мына жерде біз тек қана on немесе off'ты қолдану арқылы сөйлеміміздің мағынасын өзгертіп отырмыз. Кеттік. Мысалы, келесі to немесе from деген бар, иә? To, from. To дегенді білесіздер, бір затқа қарай жылжу болса, from деген сол заттан кері қарай жылжу. Мысалы, I'm going to the museum дейді. Я собираюсь. I'm going, например, to go. I am going to go to the museum. To the museum. Мен музейге баруға, яғни жиналып жатырмын. Қайда? Музейға, бір затты музейға. Ал енді, мысалы, мен музейден қайтып келе жатырмын болса, I am going, бұяқта to болмайды, from museum. Онда былай жасайықшы. I am going to museum дейікші. Мен музейға бара жатырмын. Мен музейден қайтып келе жатырмын болады. Сонда біз to-ді, from-ды, яғни бір-біріне қарама-қайшы қолданып отырамыз. Up және down деген бар. Енді up дегеніміз жоғары көтерілу, down дегеніміз төмен түсу. Мысалы, go up, яғни we go up the stairs, мы поднимаемся. We go up the stairs. Ал егер мы спускаемся болса, we go down and біз жоғарылап бара жатырмыз, және біз төмен түсіп келе жатырмыз болады. Енді along деген бар, along немесе across деген бар. Енді бұл жерде вдоль, along дегеніміз көшемен немесе бір жермен, ал across дегеніміз через, яғни көшеден немесе көшені қиып өту, поперек, через деген мағынаны білдіреді. Енді бұған қазақша кішкене мысал келтіріп қойын, орысша мен айта берейінші. Ол қыз машинесін осы көшемен, күніге осы көшемен айдайды дейді. Айдайды, she travels. So along this street every morning, every morning. Ал енді біз бұл сөйлемді басқаша айтатын болсақ, ол қыз күніге осы көшені қиып өтеді дейді. Енді бізде she travels, себебі күніге қалады, across this street every morning. Every morning. Енді келесі бізде over дегеніміз бар. Және under дегеніміз бар. Over дегеніміз бір үстінде, under дегеніміз астында. Біз over дегенде қалай айтсақ болады. Құстар талдың үстімен ұшады. Үстімен ұшады деген. The birds were flying. Were flying over the trees. Ал the birds were flying over the trees. Ал енді келесі, мысалы, құстар ұшты, летали под деревьями дейтін болса, онда the birds were flying over емес, онда уже under the trees болады. Енді мен мына жерде кішкене қойып, басқа көшқа шайында басқа етістіктерді тез жаза қояйын.
Енді бізде көп қалған жоқ. Around дегеніміз, яғни айналасында деген бар. Вокруг, және вокруг. Мысалы, не деп айтсақ болады? Біз барлығымыз елканың қасында, яғни биледік деп айтайық, We all билеттік. Немесе билеп жатырмыз дейік, Dancing around the Christmas tree. Елканың жанында билеп жатырмыз дейік. Мен кішкене былай қояйын сіздерге. Барлығы сыйып, барлығы көрінетіндей болсын. Келесі біздің етістігіміз, то есть предлогымыз away. Away дейді. Away дегеніміз бір шеттен, прочь, яғни немесе в сторону дегенді білдіреді. Қазақша, мысалы, я отбросила камень прочь дейік, немесе я отбросила камень в сторону дейтін болса, I threw, я бросила the stolen камень away. Away болып from behind and from under деген бар, From behind. From behind дегеніміз, бұл бізде сзади дегенді білдіреді, немесе из-за кого-то, из-за движения дегенді білдіреді. Мысалы, солнце появилось из-за туч деп айтайықшы, из-за деп қолданайық, мұнда. The sun appeared, the sun appeared from behind, from behind the clouds. Енді одан кейін бізде from under дегеніміз бар, яғни одан кейін мимо дегенді өтеміз. From under дегеніміз бұның антонимі болып келеді. Из-под какого-то объекта деп келеді. Мысалы, қандай бұған мен сөйлем кішкене қиын. Собака вылезла из-под кровати. The dog, собака вылезла word from, under the bed. Good. From under the bed. Енді бізде past дегеніміз бар, мимо. Сіздер осы бүгін past дегенді жақсы білетініздер, өткен шақ ретінде, ал енді бүгін past біз мимо дегенді өтеміз. Мысалы, мы прошли мимо магазина. Walked past, например, past the shop. Көрдіңіздер ме, бұл жерде past бізде предлог, яғни өткен шақ емес, соны білдіреді. Және бізде towards деген бар. Towards. К направление, к чему-то, к, например, дому. Біз айтамыз, мысалы, я иду домой, немесе жоқ, домой қой, он неудачный. Например, я иду в театр, I go to the theater, я подхожу к театру, мысалы, уже будет I go towards the theater. Поэтому мы здесь подход к чему-то, к кому-то направлению айтайық, немесе мы направились в сторону дома. We started to go towards the house. Towards the house. Яғни осы предлогтарды сіздерге жаттап алуға тура келеді. Және құрметті қатысушылар, енді біз платформамыздағы тапсырмаларға көшейік. Мінекей мен демонстрацияны тоқтатып, біздің платформамызға келдік. Платформамыздың бірінші тапсырмасы reading. Readingті ашып оқыңыздар. Текст. Енді айналып жатыр қазір. Мына жерде интернет and modern life, интернет және біздің қазіргі современный жаһанды өміріміз. Құрметті қатысушылар, мына текстті мұқият оқимыз. Интернет қайдан пайда болды, қай жердемізге келген екен. Осы текстті оқимыз, аударамыз.
қазір төмен түсірейін. Және оның астындағы мынау 8 сұраққа жауап береміз. What are we going to talk about? Біз не туралы сөйлейін деп жатырмыз. When we begin to talk about the internet, the first thing is the global computer network. What is it connected with? Біз дейді, қашан біз интернет туралы ең алдымен сөйлей бастадық. Бізде глобальный компьютерлер қашан қолдана бастадық, және бұл немен байланысты деп. Яғни осы 8 сұрақты оқисыздар, өздеріңіз аударасыздар, оның астында визите ответ деген жерге өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып жібересіздер. Жақсы, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі біздің тапсырмамыз listeningді мұқият ашамыз. Осы жерде, яғни аудионы тыңдайсыздар, және аудионы тыңдау барысында мына жерде жетіспей тұрған сөздерді толықтырасыздар. Толықтырып осы, яғни бос тұрған жерге жазасыздар. Бізге отправить на проверку деп бастаңыздар, бізге сразу келеді. Келесі writing, яғни жазылымды ашайық. Яғни жазу. Енді мына жерде біз етістікпен өзіміз жалғастыруымыз керек. Міне, мысалы, I didn't go, бүгінгі өткен предлогтарымыз, мысалы, go on ба, go up ба, go down ба, мысалы, go қандайды қоюға болады, сол предлогтарды қолдану арқылы осы сөйлемдерді құрайсыздар, және бізге жібересіздер. Және оның астында мына prepositions of movement деп тұр, сіздерге мысалдарымен берілген, осыларды мұқиятты жаттап алғандарыңыз дұрыс. Себебі бұл қолданыста келетін, яғни демеуліктер prepositions. Жақсы. Келесі бізде спикингті аша қойыңыздар. Мынау спикингті мына жерден 5 карточканы таңдайсыздар, өздеріңізге ұнаған. Сол 5 карточкаға жауап бересіздер. 5 карточкаға жауап бергеннен кейін астында микрофонды басасыздар, және бірінші карт деп 5 аудио жіберіңіздер. Барлығын бір аудиоға салмай, яғни 5 сұрақты 5 аудио қылып жіберсеңіздер болады. Жақсы, енді бұл бүгінгі сабақтың тақырыбы. Енді біз homework дегенді түсіндіріп кетейік. Не ол homework деген үй тапсырмасы? Үй тапсырмасында сіздер білесіздер, бізде оқылым, жазылым, тыңдалым және сөйлеу барлығы қамтылған. Бірінші біздің тапсырмамыз оқылымнан басталады екен, оқу. Мінекей, мына тексті оқисыздар, аударасыздар, мына жерге аудармасын жазасыздар. Келесі, мына аудионы тыңдайсыздар, аудионы тыңдай отырып, мына сұрақтарға жауап бересіздер. Үшіншісі, мына видеоны мұқият қараңыздар. Осы видео бойынша не түсіндіңіздер, осы астына жазасыздар. Не туралы айтылды, не түсіндіңіздер осы видеода. Writing. Writing-қа сіздер бүгін біз айтқан етістіктер емес, prepositions of movement демеуліктерді қолданып, сөйлемдерді толықтырып, бізге жібересіздер. Оны жіберіп болғаннан кейін бізде speaking, сөйлеу. Сіздерге берілген 4-5 сұрақ бар, осы 5 сұраққа жауап бересіздер. Жауап беріп болғаннан кейін, құрметті қатысушылар, отправить на проверку деген кнопканы басасыздар да барлығын бізге жібересіздер. Енді құрметті қатысушылар, егер сіздерде бүгінгі сабақ бойынша сұрақ туындайтын болса, немесе платформа бойынша сұрақ туындайтын болса, міндетті түрде бізге жазыңыздар. Біз міндетті түрде чатта жауап береміз, және де сіздерге жіберіліп отырған ссылка бойынша сабаққа қатысып, өздеріңіздің ағылшын тілдеріңізді практиковать етіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Бай.